Енді мәтінмен жұмысты қалай жасаймыз? Мәтінмен жұмыс жасаудың тиімді 5 жолы бар. Біріншісі сұрақтарды түсініп оқу. Былай қарасаң банальный нәрсе, бірақ сұрақты түсініп оқу біз мойындауымыз керек. Сұрақты оқыған кезде шолып қана шығамыз. Кейбір оқушылар тіпті мәтінді мүлдем оқымайды, сұрағынан бастайды. Осындай қателіктерді жібермес үшін міндетті түрде сұрақты түсініп оқуыңыз қажет. Екінші, барлық жауап нұсқаларын қарап шығу. Кейде А жауабы алдамшы болуы мүмкін, сондықтан келесі Б, С, Д деген нұсқаларды қарап шықсаңыз өзіңізге жақсы. Келесі, ұзақ көлемді сұрақтардан қорықпау. Бір парадокс бар, үлкен ұзақ мәтіндерде қойылатын сұрақтар кішкентай болуы мүмкін. Немесе кішкентай ғана мәтінде қойылатын сұрақ өте ауқымды болуы мүмкін, сондықтан ұзақ көлемді сұрақтардан қорықпаңыз. Негізгі ойды мәтіннің соңынан істеу керек және уақытты тиімді пайдалануымыз қажет. Құрметті оқушылар, қазір міндетті түрде мәтінмен талдау жұмыстары жүргізіледі. Ұлттық тестілеу орталығы ұсынған мәтіндерді бірге талдайтын боламыз, сондықтан кішкене күтулеріңізді сұраймын. Сонымен мәтінді түсініп оқудың тиімді жолдары. Біз жаңа қарасаңыз мәтінмен жұмыс жасаудың тиімді 5 жолын айтсақ, ал қазір мәтінді түсініп оқудың тиімді жолдарын айтамыз. Бұл бірінші көз жүгіртіп оқу, мәтіннің құрылымы қайсы, құрылымына бір мән беруіңіз керек, кіріспе қайсы, қосымшасы қайсы, негізгі бөлімі қайсы, оның барлығын бір қарап шығу, бұл көз жүгіртіп оқу болады. Қысқаша ойын жазып оқу, яғни мәтіннен түсінген ақпаратыңызды өзіңіз жазып оқуыңызға, бұл да сізге жақсы әсер етеді. Және түртіп оқу, болжам жасап оқу, белгілі бір бөлігіне келген кезде тоқтап, әрі қарай қалай өрбиді, қалай болады деп өзіңіз сұрақ қойып жасайтын болсаңыз, болжам жасап оқу, сұрақ қойып оқу, және ең негізгісі осы оқу сауаттылығында бұл пікір алмасып оқу, сын тұрғысынан оқу жатқызылады. Ол дегеніміз сіздің оқушыларыңызбен бірге, құрдастарыңызбен бірге, достарыңызбен бірге, сыныптастарыңызбен бірге бір мәтінді талқылап талдаған кезде бұл мәтінді түсінуіңіз басқашалай болады. Сондықтан міндетті түрде достарыңызбен талқылауға кеңес беремін. Енді уақытты көп созбай біздің ұлттық тестілеу орталығы ұсынған нұсқаға мән берсек. Бұл бізде бөлтірік шешен мен баласы жайында ақпарат. Бөлтірік шешен мен баласы жайындағы ақпарат. Мұқият тыңдайық. Бөлтіріктің баласы ел ішінің ісіне жаңадан араласа бастаған шағы екен. Бір жиын үстінде қызу әңгіме дүкен болады. Кісілер сұлу сөйлеп, тапқыр сөйлеп, алға озғысы келіп сөз жарыстырып отырады. Жиналғандардың ішінде бір байдың мырзасы да бар екен. Өзі малға бай болғанымен сөзге кедей екен, мінезі де жайсыз болса керек. Сол реті келген жерде де, реті келмеген жерде де сөзге жармасып, елдің алдын орай береді. Сөздің мәні кеткен соң бөлтіріктің баласы сөз кезегінде аузы қисық болса да, байдың ұлы сөйлесін деп, өзінің сөзге қатысқысы келмегенін тұспалдап білдіреді. Бай баласының аузы шынында да аздап қисық екен, әлгі сөзге намыстанып, бай баласы ашу шақырады. Жиынның шырқы осылайша бұзылады. Келесі болған жай бөлтірікке жетеді. Баласының бір ауыз сөзі біреуінің жиынның шырқын бұзуға себепші болғанына шешен қатты қапаланады. Баласын оңаша шақырып алып, бөлтірік былай деп айтады: сөзден тәтті нәрсе жоқ, сөзден ащы нәрсе тағы да жоқ. Сөзден жеңіл нәрсе жоқ, сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет. Ақылды сөзіңді ақылсызға қор етпе, ақылдыға айт. Не сөйлейтініңді біл, кімге сөйлейтініңді біл, қай жерде сөйлейтініңді біл, қай кезде сөйлейтініңді біл. Оны білмесең, сара сөзің шала болады, арты жала болады, әкең қапа болады деп ақыл беріпті. Бұл енді бізде бөлтірік шешен мен баласына байланысты әңгіме. Енді сұрақ. Мәтін түсінікті ме сіздерге? Бірінші сұрақ былай дейді: бөлтірік шешен сөзіне байланысты мақал. Қандай мақал бөлтірік шешеннің сөзіне сәйкес келеді? А. Тілі өлген ел, тірі өлген ел. Басқа пәле тілден, ана тілің 60 тілге татиды. Тіл мәртебесі, ел мәртебесі. Бұл жерде, құрметті достар, бірінші сұрақта қандай жауап болады? В дейді. Құнды жауап берді. Серік, Б дейді. С деген жауап келіпті.
Бөлтірік шешен сөзіне байланысты мақал бұл жерде басқа пәле тілден. Ол не деді? Бөлтірік шешен тіліңе ие бол, ақылмен сөйле деген ақыл айтты. Сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет. Ақылды сөзіңді ақылсызға қор етпе деп ақыл айтты. Екінші, мәтіннің негізгі идеясы. Осы негізгі идеясын тап деген оқу сауаттылығында өте көп кездесетін сұрақ. Сондықтан негізгі идея, қосымша ақпарат дегенді меңгеріп алсаңыз жақсы болады. Мәтіннің негізгі идеясы: сөзіңді ақылыңа билет, өнер алды қызыл тіл, сөзден тәтті нәрсе жоқ, сөзден ащы нәрсе жоқ. Мына екеуі ұқсайды: сөзден тәтті нәрсе жоқ, сөзден ащы нәрсе жоқ. Сондықтан бұл нәрсені біз қарастыра алмаймыз, иә? Бұл жерде бізде қалғаны: сөзіңді ақылыңа билет, өнер алды қызыл тіл. Мәтіннің негізгі идеясы болады, оқушылар. Дұрыс айтасыңдар. Сөзіңді ақылыңа билет. Тамаша, тамаша. Сөзіңді ақылыңа билет деген жауап болады. Тамаша. Көпшілігіңіз дұрыс жауап бердіңіздер. Келесі: жиын шырқының бұзылу себебі қандай? Бөлтірік баласының аңдамай сөйлеуі, бөлтірік баласының бойындағы кінәраты, елдің бай баласын жақтырмауы, жиналғандардың сөз жарыстыруы. Не бұзды бұл жиынды? Кім бұзды? Жауап қандай болады үшіншісі? Керемет, керемет. Алғыр оқушылар жиналған сияқты ғой. Жиын шырқының бұзылу себебі әрине бұл бөлтірік баласының аңдамай сөйлеуі. Сөйтіп әкесі ұрсатуы. Мәтін мазмұнына сай ақпарат, сай дұрыс ақпарат. Бөлтірік баласы ат шапан айыбын төлейді. Бөлтірік баласына риза болып батасын береді. Бөлтірік баласына реніш білдіріп ақылын айтады. Бұл жерде қайсысы болады? Мазмұнына сай келетін дұрыс ақпарат. Мәтін мазмұнына сай келетін дұрыс ақпарат. Бөлтірік баласы ат шапан беріп айыбын жаба ма? Бұл келмейді. Бөлтірік баласына риза болып батасын бере ме? Жоқ, бермейді. Керісінше ұрсады, иә? Ақыл айтады. Бөлтірік баласына ренішін білдіріп ақылын айтады деген 3-те А жауабы болады.